мектеп баспасы 2018 жылғы кітап баспасымен өтеміз. Тақырып жолы қозғалыс, бронды қозғалыс және диффузия. Біз білеміз, балалар, барлық денелер молекулалардан және ол атомдардан құралатынын білеміз. Молекулалар атомдардан құралады. Молекулалардың өзара орналасуына және қозғалыстарына байланысты зат үшкеге бөлінеді: қатты, сұйық және газ тәрізді болып. Енді бұл нәрсе не үшін, заттың күйі не үшін түсіндіріп жатырмын, оны біз білеміз, өткен тақырыптан білеміз. Себебі бүгінгі жолы қозғалыс, диффузия осы заттың күйіне қарай әртүрлі болады. Жолы қозғалыс дегеніміз не? Жолы қозғалыс дегеніміз бұл молекулалардың үздіксіз хаосты қозғалысы. Енді бронды қозғалысқа тоқталамыз. Ең бірінші, брон деген кім? Ол қандай тәжірибе жасады, соған тоқталайық. 1827 жылы ағылшын ботанигі брон гүл тозаңдарының өте ұсақ бөлшектері судың бетінде жүзіп жүргенін көреді. Және оны микроскоппен бақылайды. Сол су тамшыларын микроскоппен бақылайды. Ол тозаң бөлшектері үздіксіз, ретсіз қозғалатын және бұл қозғалыс тоқтамай жүретінін анықтаған микроскоптың көмегімен. Бұл тәжірибені жалпы тек гүл тозаңдарына ғана емес, сонымен қатар көмірдің майда ұнтақтарын қолдана отырып та жасауға, қайталауға болады екен. Әрине, микроскоп болса, бұл бөлшектер суда ерімейді. Микроскоппен көмір түйіршіктерінің үздіксіз және ретсіз секірмелі түрде қозғалатын көруге болады. Енді бронды қозғалысқа тоқталайық. Бронды қозғалыс газдарда және сұйықта жүзіп жүрген қатты дененің микроскопиялық өте ұсақ бөлшектерінің ретсіз қозғалысы. Есте сақтаймыз, бронды қозғалыс бұл тек газдарда және сұйықтарда ғана, осы екі күйде ғана жүретін қозғалыс. Енді диффузияға тоқталайық. Диффузия дегеніміз бір заттың екінші затпен араласуы. Диффузия үш түрлі күйде орын алады. Үш түрлі күйде жүреді: газдарда, сұйықтарда, қатты денелерде де. Суретте көріп тұрғандарының бұл сұйық күйдегі диффузияның көрінісі. Яғни цилиндрлі ыдысқа су құйылады бірінші, сосын оған марганцовка салынады. Ол бірнеше минуттардан кейін судың түсін толықтай ауыстырады. Яғни марганцовканы біз химиялық формасы калий перманганаты деп атаймыз. Міне, диффузия құбылыс үш түрлі күйде: газдарда, сұйықтарда және қатты денелерде жүреді. Енді осыларға жекелей тоқталатын боламыз. Газдардағы диффузия тоқталайық. Газдардағы диффузия, мысалға, сіздер бір сыныпта оқушылар отырды, сырттан, басқа кабинеттен, есіктен бір мұғалім келді, үстіне духи, яғни әтір сепкен. Біз бірнеше минуттардан кейін сол иісті сеземіз. Немесе қағазды түтететін болсақ та оттың иісін сеземіз, иіскейміз, иісі мұрнымызға келеді. Немесе гүлдің иісінде біз иіскейміз. Бұның барлығы диффузиялық, газдардағы диффузияның әсерінен біз сезеді екенбіз. Яғни молекулалардың ретсіз қозғалысының әсерінен біздің мұрнымызға осылай иіс келеді екен. Енді сұйықтықтардағы диффузия. Жоғарыда мысал келтіріп кеттік. Суға калий перманганат салған кезде қалай өзгеретіні бұл диффузияның әсерінен. Және екінші, шайға, суға, қайнаған суға шай түйіршіктерін, заварканы саламыз. Ол да бірнеше минуттардан кейін түсін өзгертеді. Бұл сұйықтықтардағы диффузия. Міне, біз шай демегенде қайнаған суды пайдаланамыз. Себебі диффузиялық құбылыс жоғары температурада жылдам жүреді. Мысалға, мына заварканы суық суға салып және қайнаған суға салып екі стаканға осылай салыстырсаңыздар болады. Суық суда
ол өте баяу түсін өзгертеді, ал қайнаған суда тез, жылдам жүреді. Диффузиялық құбылыс тез түсі өзгереді. Ауада кез келген иіс тез таралады. Диффузиялы газдарда жылдам, сұйықтықтарда орташа, ал қатты денелерде өте баяу жүреді. Енді қатты денелердегі диффузияға тоқталайық. Жалпы мына суретте үстінде алтын, астына свинец қорғасын көрсетілген, және оларды бір-біріне бекітіп қоямыз. Оны бірнеше жылдан кейін ғана 1 миллиметр немесе одан да аз болуы мүмкін бір-біріне бекиді. Бұл қатты денелердің өте баяу жүретін көрсетеді. Бірақ бұларды бөлме температурасында және 80-100 градустағы пешке қойсақ, ол жерде диффузиялық құбылыс жылдамырақ жүреді. Яғни бір-біріне өте аз уақытта бекиді деген сөз. Бұдан бөлек мысал келтіретін болсақ, қола мен мыс алайық. Жаңағы ол екеуін бекітетін болсақ бір-біріне, ауа бөлме температурасында қола мен мыс білеушелерін бекітетін болсақ, бөлме температурасында 5 жылда ғана бір-біріне 1 миллиметр ғана бірігеді. Ал 80-100 градустағы пешке қоятын болсақ, олар 10-15 күнде ғана бір-біріне 1 миллиметр қалыңдыққа кірігеді. Енді молекулалық кинетикалық теорияның негізгі 3 қағидасы бар. Осыларға тоқталайық. Барлық денелер микробөлшектерден тұрады. Денедегі бөлшектер үздіксіз және хаосты қозғалады. Денедегі микробөлшектер өзара әрекеттеседі. Енді балалар, мына тәжірибені жасап көрейік. Бұл диффузиялық құбылыс. Диффузиялық құбылысқа тәжірибе жасаймыз. Бізде ашылады. FET Simulation программасымен осындай онлайн диффузиялық құбылыстарды жасап көрсек болады. Мысалға, мұнда екі бөлік көрсетілген. Мына үстіне біз мынаны басу арқылы мұнда бөлшектерді 10 бөлшек, 10 молекула немесе молекуланы бөлшектерді кіріктірдік, екінші бөлікке тағы 10. Санын көбейте берсек болады. 20-20-дан бөлшектер тастадық дейік. Мұнда массаларын көбейтеміз. Массалар көбейген сайын олар кішкене баяуырақ қозғала бастайды. Массаларын бізге бірдей қылып қояйық. Мұнда температура, радиус деген көлемін. Біз радиусын үлкейткен сайын мұнда қарап отырыңыздар. Мына шардың, бөлшектердің көлемі үлкейіп жатыр. Мұнда 125, мына қызыл бөлшек көлемі кішірейіп жатыр. Міне. Осылайынан көлемін де өзгертсек болады екен. Енді температурасын мұнда 400 градус дейін, екіншісіне 400-500 қыла берейік. Екіншісіне 300 болып қалсын. Мұнда қараймыз. 500 градустағы бөлшектердің кішкене жылдамырақ қозғалып жатыр. 300 градуста бөлшекке қарағанда, 300 кельвиндегі бөлшекке қарағанда. Енді мұнда араластырамыз бір-біріне. Мұнда үстіне қарап отырамыз. Дата деген жерге, яғни температуралары уақыт өте бірдей қалыпқа келеді. Бөлшектер бір-бірімен араласады. Температура тұрақты, яғни екі бөлікте де бірдей температураға келу керек. Осылайынан диффузиялық құбылысты бақыласақ болады. Келесі, мұнда сәйкестендіру тапсырма сендерге. Газда немесе сұйықтарда орындалады. Қайсы диффузия или прондық қозғалыс? Газда, сұйықтарда және қатты денелерде орындалады.
қайсысына сәйкестендіресіздер. Бұл тапсырма. Осымен балалар, бүгінгі бірінші сабағымыз аяқталды. Каналға